Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Қарағанды қаласынан сөйлеп тұрмын. Кезекті рет Қарағанды қаласына табаным тиді және кезекті рет облыстық спорттық мектеп-интернат колледжінің ғимаратына келдім. Бұнда өсіп жетілген, осында тәжірибе жинаған, осында шеберлік шыңдаған жергілікті Аида Әбікеева деген батыр қыз бар. Ол бокстан 2 дүркін әлем чемпионы атанды. Былтыр өте жемісті жыл болды Аида үшін. Бұған қоса Азия чемпионатының да биігін бағындырды. Ендігі арманы, бүкіл елдің арманы десек болады, Олимпиаданың да алтынын алып, отандық бокс үшін тарихи жетістік тіркегісі келеді. Енді бұл Аиданың негізгі мақсаты, одан бөлек көпшіліктің де өзіміздің де көкейде жүрген сұрақтар бар. Қазір қойып, жауабын алып, барлық жиған тергенімізді сіздерге ұсынбақпыз. Ендеше уақыттарыңызды алмай бастайық. Аида, көргенімізге қуаныштымыз. Саламатсыздар ма? Арнайы іздеп келдік. Біраз жоспарланған сұхбат еді. Әйтеуір араға ұзақ уақыт салып болсын. Кездесудің сәті түсті. Сізде оқу-жаттығу жиыны үнемі қарбалас, соның арасында әйтеуір бізге уақыт бөліп жатсыз. Қош келдіңіздер. Біз тұрған жер бұл облыстық мектеп-интернат колледж спорттық бағыттағы. Және сіз осы жерде оқыдыңыз, е? 9 класстан 11 классқа дейін осы интернатты бітіргем. Және әлі күнге дейін осы жерде жаттығасыз? Әрине осы жерде кешкі тренировкаға келдім 4:30-да и ондағы тренировкалар. Осы жерде сборға дейін, жарысқа дейін жаттығу жасаймын. Жеке ме әлде? Жоқ, қыздармен бірге, ағайлармен бірге бір тренировканы жасаймыз. Кіріп шыққан сайын бір ыстық па деймін, бұрынғы бір балалық шақтың естеліктері болады. Боксты ол кезде айналысып жүрген кезіңіз, кәдімгідей жарыстарға қатысып? Әрине осы жерге мен 2013-тен кейін түскендім. Юниор арасында әлем чемпионатынан кейін осы жерге 9 класста түстім. 9 класстан 11 классқа дейін оқып шықтым. Сосын тағы да бір жылдай осы жақта жаттығу жасадым. Мына жақта кішкене федерация жағынан условия болмағаннан Астана қаласына ауысып кеттім. Астана қаласында бір 3 жылдай жаттықтым. Жақсы нәтижеге қол жеткіздім деп айтсам болады. Қазақстан чемпионы атандым, бірақ Қазақстан чемпионынан кейін кішкене төбеге шыға алмадым деп айтсам болады. Жарыстарда кішкене ұтылып, әлем чемпионатын ала алмай, Азия чемпионатын ала алмай. Сосын біздің Қарағандының федерацияның директор бар, Самат ағай деген. Сол айтты, жақсы условия береміз, кел. Елге қайт деді ма? Елге қайт деді. Қарағандыда туылдым, Қарағанды атынан. Қазір жағдай жақсы, ойдағыдай бар, бәрі жақсы. Бүкіл условияны істеп жатыр. Жарысқа да осы жақта, бүкіл жерде осы жаққа дайындалып шығамын. Сол кезде қалыптасқан дағдылар әлі қалып қойды ма? Соны әлі қолдан жүрсіз бе, мысалы? Сол жасөспірім кезде әрине. Тәртіп, дисциплина айтасыз ба? Мен тәртіпке кішкене қаталауды қараймын. Өйткені маған тәртіп бірінші орында, дисциплина өз тамағымды уақытылы ішу, тренировка уақытылы жасау и кешкі ұйқыны айтсам, уже 12-ге қарай мен ұйықтаймын үйде. Телефон қарамайшы? Жоқ, телефонды өшірем бекітпеймін. Телевизор қарамайшы? Жоқ, мен үйде вообще телевизор қарамаймын. Кәсіпқой тұрғыда кірісіп, айналысып жүрген қанша уақыт өтті? Негізі общем 16 жыл болды. 16 жыл болды. Айналысқан. Соның аралығында айтып жатсыз ғой, бұған дейін де қанша той, қанша бас қосулар, барлығынан бас тартып келдіңіз бе? Әрине, білет. Үйдегілер қыздардың, сестраларының, ағаларының тойларын, той кезінде мен баняға кетіп қалушы едім, оқу жаттығуыма кетіп қалушы едім, тойларында болған жоқпын деп айтсам болады. Достарыңызда да солай ма? Достарымда да солай. Сыныптастарыңыз бар? Бір тойға бармаппын әлі. Солай ма? Иә. Өйткені оқу жаттығуым уақытымен сәйкес келіп қалады. Одан кейін енді кәсіпқой мансабыңызды бокс жанкүйерлері жақсы біледі. Біз де енді білеміз ғой, басқасында жүргесін. Азия чемпионатынан кейін бір әйтеуір ту көтеріліп, әнұран шырқалып, содан кейін бір ашыла бастадыңыз. Елге де Аида Әбікеева деген кім екені қызық бола бастады, жақынырақ таныса бастады деген сияқты. Одан кейін енді 2025 өте сәтті жыл болды, сіздің кәсіпқой мансабыңызда 2 рет әлем чемпионы атандыңыз. Астанада өткен әлем кубогы бар. Сосын Англияда өткен әлем чемпионаты бар. Соның арасында екі. Қатты өзгеріс болды. Біз сырттай қимыл қозғалысыңыздан байқадық. Не болды деймін, не жасадыңыздар? Әлем кубогына мен жаңа салмаққа ауысқан едім, 65 килограммға. Ол жерде маған мақсат вес көтеру болған еді. Вес көтеру, бірақ техника жағынан түк өзгерткен жоқпыз. И әлем чемпионатына настрой ұстау, бірінші орын алу, сондай мақсатпен негізі барғанбыз.
кішкене әлем кубогында маған кішкене қиындау болды, өйткені үйде болған соң жауапкершілік үлкен. Сол кішкене қысып жіберген сияқты. Әлем чемпионатында әрине тоже жауапкершілік үлкен, өйткені біздің Қазақстанның көк туын желбірету үшін әр спортсмен барады ғой. Әр спортсменнің арманы дегендей. Жақсы настрой ұстап, тренерімізбен сөйлесіп, жақсы тактика қойып, отып шықтық. Англияда білмеймін, біз үшін мүлде бөлек айдан көрген сияқты болдық. Негізі азартпен барған мен. Біз өзімізге тренеріміз екеуміз цель қойғанбыз. Бір жылда 2 әлем чемпионатын алуға. Сондай цельмен барып, мақсатпен барып, отып шықтық. Бәкілі настройдан зависит етеді. Настрой болса, шығасыз. Бусиназбен жекпе-жегіңізді әлі күнге дейін талқылайды, иә? Бәрі күткен еді. Көпшілік тағатсыздана күтті. Тағы да 2 жекпе-жек өткіздіңіз 2 айда, 2 рет кездестіңіздер. Не қостыңыз, не өзгерттіңіз? Басында есе жібердіңіз, сосын жеңіске жеттіңіз. Тактика жағынан өзгерткен шығармыз. Тактика және кішкене физика жинап, настрой жақсыстап. Тренеріміз екеуміз тактика қойғанбыз. Бусеніз вес қуады ғой, 3-4 килограмм. Соны бірінші раундтан бастап, өзім бірінші номермен жасап, шаршағаннан кейін 3-ші раунд уже аяқта ойнап шығу деген осындай тактика болған. 2 раунд шаршатасың, 3-ші раунд аяқпен ойнап шығу. Сондай тактика болған бізде. Ол жемісін берді, иә? Әрине берді. Соңында бүйтіп саусағын көрсетіп жатқанда мен ойладым, бірақ кейін білдім. Төрешілерге наразылығыма деп ойладым. Ұпай дұрыс бермедіңдер деген сияқты. Жоқ, мен жеке тренеріме кішкене ренжігені бар еді. Біз құрбымыз ғой, неге олай жасайсың деп. Сондай кішкене дұрыс түсінбеген шығар адамдар. Эмоцияны қатты білдірдіңіз, иә, сол жерде қолыңызды көтергенде? Иә, әрине, бүкіл эмоционально бүкіл күшімді салдым деп айтсам болады осы жекпе-жекке. Өйткені Қазақстан мені бір интервьюға шақырған, сол кезде айтқанмын, есемді қайтарып алам деп. Қазақ еліне уәдемді бергем, сол уәдемді орындағаныма кішкене қуандым айтсам еді. Сосын финалдық айқасы ең маңыздысы тағы да тағатсыздана күттік, арада 2-3 күн болса да. Ол қалай өтті деймін ғой, жоспар қандай еді? Өзбек қызы болды қарсыласыңыз? Иә, өзбек қызы болды. Осы финалда кішкене шаршап қалдым деп айтсам болады. Өйткені 5 жекпе-жек өткіздім. Бүкіл жекпе-жекке бүкіл күшімді беріп қойдым. Өзбек қызына кішкене күш жетпеді. Бірінші раунд тең болды, 2-ші раунд өзбек қыз алды, 3-ші раундта уже бүкіл күшімді салып, ағайлар маған ұрысқаннан кейін. Сол ұрысқанды талқылап жатырмыз. Қатты әсер етті ме сонда? Иә, әрине, қатты әсер етті. Елдос ағай ғой? Артынан бір ұртты. Сындыр дей ме? Сындыр деді. Әрине, ана жерде қаншама жанкүйерлер айғалап, қолдап. Жаңа бір сөзіңізде сонда күш бере ме? Әйтпесе, екеуіңіз де шаршап қалдыңыздар. 2 раундта біраз энергияны қалдырдыңыздар ғой енді сол жерде. Әсер етеді, ұрысқан кезінде біз ағайлардан қорқамыз ұрысса. Сен сындар бар істе, не үшін келдің деп айтады. Содан кейін қолымызға күшімізді алып, до конца 3-ші раунд 3 минутты бүкіл күш жігерімді салып шықтым. Сосын тағы бір сұхбаттарыңыздан естідім, бір кездері подвалда дейміз ғой, жертөледе дайындалған кездер болыпты. Ол қандай кездер, ол қандай жағдай еді? Иә, әрине, осы интернатты бітіргеннен кейін 18 жасымда мен жеке бапкеріме барғам, Ислам Абдраимов дегенге. 18 жасынан бастап, әлі күнге дейін сол подвалда жаттығу жасаймыз. Подвал дегенде қандай ол? Бізге енді андай елестейді, бір ылғалдылық жоғары, этаждың астында подвал бар, подвал болады, спортзал ғой, спортзал кішкентай. Сол жерде жаттығу жасаймыз, қатты мықты условия жоқ деп айтсам болады, условиясыз кішкене. Бірақ осы күнге дейін жасап келе жатырмыз. Подвалдан шығып та чемпион болуға болады ғой? Әрине. Бұл жерде условия қарамайсың ғой, чемпион болғың келсе. Ол өзіне байланысты ғой. Далада да жасасаң да чемпион болып шығасың. Тек қана сен. Одан кейін анаңыз айтып қалды, бір кездері, ол бала кезде ау деймін, жаңа бокс секциясына беретін ақша болмай, оны ағайды бір түсіністікпен қарап, жеке бапкеріңізбен, сол кездегі бапкеріңізбен, ол да негізі өте маңызды. Жаңа чемпиондыққа әкелген баспалдақтар ғой, оны туралы айтып берші. Негізі юниор кезім ғой, кішкентай бала кезімде, бір жасым 11-12-де Қарағанды федерацияда қатты ондай ақша болған жоқ. Және мен сборныйға кіре алмаған кездерім,
Ол кезде кәдімгі өздеріңіз ай сайын төлейсіздер, бапкерге төлеп ай сайын дегенде жоқ, ол емес, жарысқа шығу үшін ақша іздеген едік, спонсорларға барып, ана магазиндерге барып. Сонда сома қандай сол кезде енді? Бір 200 мыңдай ма? Бір жарысқа барып қайту, иә? Жарыс борларға. Біз за свой счет баратын едік, жарыс борларға ол кезде. Ол кезде юниор молодеждарға онша қатты көңіл аудармайтын еді. Қазір енді басқаша деп ойлаймын. Сол кездерде қалай осы тығырықтан шықтыңыздар? Әлде бармай қалған кездеріңіз болды ма? Жоқ, ол кезде ата-анам рахмет. Бүкіл жерден ақша тауып беруші еді. Мен жарыстарға барсын деп, спорларға барсын деп. Где-то бір 2 жылдай көлемінде осындай қайталанған еді. Сосын тапқанда қалай, қарыздана ма? Жоқ, спонсорлар іздейтін еді. Менің жеке бапкеріммен бірге Біржан Айтжанович деген бірінші тренерім болған еді. Сол екеуі машинаға отырып алады да, бизнесмендер бар, солардан ақша сұрайтын еді. Біз сіздердің аттарыңызды айтамыз, анау деп, бізге ақша кішкене көмектесеңіздер деп. Жалпы 16 жылдай ғой енді осы бокста жүргеніңізге. 16 жыл бұрынғы Аиданың арманы қандай? Боксқа келмесе кім болатын еді? Негізі мен прокурор ма, адвокат па, сондай болам деп ойлағам. Өйткені кішкентай кезімде папаммен бірге теледидардың алдында қаншаманда прокуратура, военный, сондай туралы фильм қарайтын едік. Арманым еді сол прокурор. Ресейдің сериалдары ма? Иә. Сол әсер етті ма? Соны қарап, мен де сондай боламын деп ойлағам. Бірақ өмір басқаша өзгертеді. Бала Аида және футболдан бастады, негізі? Иә, кішкентай кезімде бір 7 жасында ма, 8 жасында дворда олармен бірге футбол ойнаушы едім. Олар менің үйіме келіп, көтеріліп, есікті қағып, здравствуйте, Аиду можно деп өздері артынан алып кетуші еді. Шахтер деген клуб бар. Мен Шахтерде ойнадым, 3 жылдай ойнадым. Олар тоже шақырған, бірақ бас тарттым. Қазір футбол көресіз ба? Футбол көрмеймін. Бұрын көруші едім, Реал Мадрид пен Барселонаны. Иә, Роналду ойнаған кезінде. Қазір қарамаймын. Бокста кім әсер етті? Мысалы бір боксшыны көріп, ұнап, соның қимыл қозғалысы ма, стилі ма, мінезі, жүріс-тұрысы ма, бір еліктеген адам болды ма деймін ғой? Кішкентай кезімде маған Рой Джонс, білесіздер ғой, Рой Джонс ұнайтын еді. Соның ойнағаны, рингте қалай қозғалысы, бәрін алдайтыны, аяқта жүрісі, соның бәрін ұнаған еді. Бірақ өсе келе біздің Геннадий Головкин қалай бокс жасады, қалай өзін ел арасында көрсетеді. Қазір енді біздің Ген ағамызға еліктейміз. Бокс тасқаны ұнайды. Кейін кездестіңіздер ғой да Ливерпульда? Иә, Ливерпульда кездестік. Өте қарапайым, күшті адам екен. Бізге бірінші күннен бастап аяғына дейін отырып, бізге қолдау көрсетті. Диалог болды ма араларыңызда? Иә, әрине болды. Әйтеуір финалдан кейін құттықтап жатқан кадрлар бар. Екінші бойдан кейін ғой деймін. Екінші бойдан кейін мен қасыма жақындаған ол. Жақсы сөздер айтып мотивация беріп кеткен. Өзіне сенсең, бәрін ұтасың деп. Жарты сағаттай сөйлескен шығармыз. Сізге енді сөз қатты әсер етеді ғой, байқағаным. Оның да ықпалы болды дейсіз ғой жеңіске? Сосын рингте қарап отырамыз, Головкин ағайымыз отыр. Ұят болмасын деп бокстастық. Жекпе-жек кезінде ма? Иә. Қарап отырады ол бізге. Сол мен әйелдер боксына осы 2013 жылдан бері бастап жаттықтырамын. Жеке бапкер ретінде сол кезде мына Аидамен 2013 жылы бірге оқу жиын жаттығуына барып, содан бастап танимын. Жарыстарға қатыстық. Аидан айтар болса, енді кішкентай кезден бастап сондай ерекшелігі, өзінің адамгершілік қасиеті, және де бір кез келген нұсқаулар берсең, соны тез алып кетеді. Сол жағынан осындай еңбекқорлығы, және де ол еңбекқорлығы арқасында осындай үлкен жетістікке жетіп жатыр. Жеткен бұны тоқтамайды. Әлі Азия ойындары бар, Олимпиада шама шегі барлық жетеді. Құда қаласа жоспарымыз сол Азия ойындары, Олимпиада чемпионы болу. Рингте енді бірнеше ағай бар ғой. Жеке бапкері бар, бас бапкері бар, басқа да көмекшілер бар. Аидаға кім қандай тапсырма қояды, кім қандай міндеттеме жүктейді, және Аида оны қалай орындайды деймін ғой? Аида бізде көбінесе екінші номер жұмыс жасайды. Өзінің қарсыласын алдап, әрдайым өзіне шығарып алып, жұмыс жасайды. Мысалы, жеке бапкері бар, Ислам. Ол да қалай жұмыс жасайтын, мысалы, жарыстанда қандай жаттығу, дене қыздыру,
қандай тактика барлығын жақсы біледі. И сонымен әр бапкер сол себеп жұмыс жасайды. Біздікі сол тактика қойып, жаңағыдай кездесу өтіп отқан кезде біз ауыстырып, өзінің істейтін тактика шығып жатса, басқаға ауыстырып солай жұмыс жасаймыз. Бірнеше план бола ма? Әрине. Бірінші мысалы өзінікін істеп көреді, болмай жатса бірінші номер, болмай жатса екінші номер алдап жұмыс жасайды. Не болса өзі агрессивный бокс, әртүрлі. Енді біз боксшыларымыз Аллаға шүкір барлық тактикада жұмыс жасай алады. Қай жекпе-жекте осы пландарды жиі ауыстырды және сол нәтиже біздің соңғы ол есте қалғанымыз, және де жаңа айтып өттім ғой, алдында әлем чемпионаты финалда 2 раунд өз тактикасы жұмыс жасап, екінші номер жұмыс жасап. Қарсыласы өзбек қызы болды ғой. Өзбек қызымен жұмыс жасап көрді. 2 раунд бойы тең дәрежеде, сонымен тактиканы ауыстырып, уже 3-ші раундта бірінші номер алға жүріп ұру, сондай тактика ауыстырдық. Сонысы іске асып, әлем чемпионы болды. Қарсыласты түсінбей қала ма өзі? Түсінбей қалды, қарсыласты білмей, 2 раунд қашып жүрген қыз 3-ші раунд күтпеген жағдайда алдыға істеп еді. Сонымен өзі шатасып кетті. Өзіне қиын емес пе жаңағыдай ауыстыру? Жоқ, енді ол спортшыға байланысты. Енді сонымен жұмыс жасап отырық, құрамамен барлық спортшымен сондай жұмыс жасап отырық. Бір тактика ортасына тактика ауыстырып, көріп барлық жағдайды көреміз. Сонымен ол да бір жағынан жаңағы тәжірибенің арқасында осындай жұмыс жасап, бір-бірімізді түсініп, ары қарай алып кетіп жатырық. Қарағанды қаласында енді осы жерде өтеді екен, жаттығу жиындары тек қана осы айда ғана емес, мысалы Сабыржан да осында келіп жүр, Абылайхан да келіп жүр деген сияқты. Енді мына жерде мектеп-интернат, өзінің де балалары бар, өзінің қыз қайнаған тіршілігі бар. Инфрақұрылымға қатысты қалай? Негізі жетіспеушілігі бар ғой? Бұл үлкен проблема ма, маңызы қандай дейді? Білмеймін, енді айтады, кузница бокс дейді, мысалы Қарағанды айтады, бірақ өзінің нақты тек қана боксқа арналған спорт орталығы жоқ. Енді интернат мына осы есігі 24/7 ашық, кім еңбек еткісі келеді, осы залға келіп еңбек етіп, осындай жетістікке жетіп жатыр. Барлық тек қана айда емес, кез келген спортшы осы залда дайындалады. Қажеттілік бар ма негізі базаға? Енді ол ешқандай артықшылығы болмайды. Егер арнайы спорт орталығы, бокс орталығы болса, ол әрине жақсы нәрсе. Қыздар енді жинайсыздар, басын қосасыздар, кішкене жоспарыңызды қысқа айтып. Жоспарымыз осы 2026 жылдың бірінші оқу жиын жаттығуы біздің осы айдың 18 басталады. Бір 10 қызымыз Испания еліне барады. Жарысқа қалған 20 қызымызды осы Странжа елінде өтетін жарысқа дайындаймыз, және де 4 қызымыз Америка құрама штатына 5 мемлекет жиналған сол оқу жиын жаттығуына кетеді. Содан бастаймыз. Бұйырса алдағы неміз енді қыркүйек айында өтетін Азия ойындары ғой, ең басты жарыс. Соған барлық спортшыларымызды сахада сайғып, сол жерде жақсы құрамамен барып, бізде Азия ойындарына қыздар боксында ешқашан алтын болмаған, сол алтынды биыл бұйырса алуымыз керек. Ерлер боксында 2 цикл болмады, 8 жыл болмады. Біз енді көбіне соны тілге тиек етеміз ғой, қыздар боксында мүлде болмаған. Алтынға жақындаған болды, күміс алған қыздар. Күміс болған, қола болған болды. Ол көп емес, бірақ алтын болмаған. Бізге күміс қола болған емес, алтынға барамыз ғой, әрдайым жарысқа. Әрине тек алтын болып, осы тарих жаңарту, сондай жұмыс жасаймыз. Қыздардың шамасы жетеді? Әрине жетеді. Психологиялық тұрғыда, физикалық тұрғыда барлығы жақсы. Жылдан жылға қыздарымыз жинап келе жатыр. Ең басты мақсатымыз әрине ол Олимпиада ойыны. Сол Олимпиада ойынның алдында осы Азия ойындары біздер үшін бір экзамен ретінде болайын деп тұр. Сол енді барын салады қыздар. Бір жарыста қолыңыз сынғанына қарамастан жұдырықтасқаныңызды білем. Айтып берсеңіз, ол қай кезде еді, жарақаттың деңгейі қандай болды, және қиын болған жоқ па рингке шығу? Ол бізде турнир сильный шықтың алдында, осы Қарағандыда 2024 өткен Азияға отбор болар кезде. Соның бір апта бұрын тренировка оқу жаттығу кезінде работа фарық болған. Сол кезде қолымды дұрыс ұрмай ауыртып алдым. Қай жері кетті сонда? Оң қолымның үлкен саусағы. Кішкене трещина болған. Сол трещинамен жарыста. Ол кезде Азия чемпионатына іріктеу болып жатты? Іріктеу болды. Неше жекпе-жек өткіздіңіз сол? 3 жекпе-жек өткіздім. Негізі қызумен білмейді ондай нәрсе. Өйткені бұл Азияға отбор.
уже мақсат қойғаннан кейін ондайға қарамайсың. Мақсат тек қана құту болды. Соған қарамастан шықтық. Бұған дейін мен естідіңіз бе, Серік Сәпиев солай бір жұдырықтасқан екен әлем чемпионатында. Сосын Сәкен Бейбосынов кеше Қазақстан чемпионатында да соңғы 2 жекпе-жекте қолын сынғанына қарамастан жұдырықтасып шықты. Бірақ кейбір жігіттер бар, қолым сынды, қолым ауырып тұр деген сылтаумен шықпай қоятындар да бар. Соларға айда сабақ болсын. Бізде шыға береміз ғой, оған қарамастан. Мінезі, атамыздың мінезі, атамыз күреспен айналысқан, апамыз бен атамыз спорт школада танысқан, өздері спортсмен болған. Атамыздың мінезі деп айтуға болады. Атамыз өзі 11 жасында боксқа алып келген, секциясына басында кикбокспен айналысқан, кикбокста 1 жыл жүріп, сосын боксқа ауысқан. Атамыз өзі боксқа әкеп, артынан жігерлендіріп жүретін. Сонда Айданың боксқа келуі қатты бір таңданыс тудырған жоқ қой сіздер тараптан, иә? Өйткенше боксты таңдаймын дегені. Жоқ, ондай не болған жоқ, қатты боксты таңдаймыз. Әйтпесе енді қыз бала, ол не қыласын, ол жаңа төбелес қой. Сөйтіп енді көбі... Енді ол бала кезден өзі ұлдармен есік алдында футбол ойнайтын. Ұлдармен жүріп нетіп, сосын кикбоксқа келіп, кикбокстан кейін боксқа ауысты. Елдің барлығы назарында ғой, мына Азия чемпионаттары, әлем чемпионаттары, енді алдағы Олимпиада ойындары бар. Көру ауыр. Енді толық жейсің, қобал жейсің, қарап отырған өзінде. Ал енді сіз ағасыз ғой туған. Сізде қандай сезім? Жарыстың басы-басында жүресіз, тағы да көресіз, жанкүйер болып отырсыз, байқаймыз ғой енді. Енді о жерде қобалжу деген болады. Қобалжимыз, бірақ оған көрсетпейміз. Бойдың алдында, бокстасатын алдында біз тақалып, оның настроен несін құртпаймыз. Өзі дайындалып, өзі аға бапкері бар, өздері дайындалады. Қобалжу әрине болады бізде. Ағасы болғаннан кейін туысқандар, ел қарап отыр, жеріміз қарап отыр дегенде. Сосын дауыстап, пәрмен беріп отырасыз, жанкүйерлердің арасынан айқалап. Иә, әрине Аида ғана емес, өзіміздің құрама қыздарға да барған. Алуадан бастап біздің Назым бар, Алуа бар, жеңіл салмақта Талиповаға дейін ғой. Басына аяғына өзіміздің Қазақстан құрамасына барғаннан кейін қолдау көрсетіп, Аидаға да әрине қарындасым болғаннан кейін жанында жүріп, өзім атамызға айтқан бері өзім жүремін жанында. Ол орындай ма, ести ма сізді? Естейді деп ойлаймын мен. Болады енді естейді, көреміз ғой, сеземіз бокстасып жатқанда. Қалай бокстасу, пәрмен беріп, айтып. Әйтеуір естісін, естімесін, бірақ қарсыласының қорқынышын тудыратын сияқты, сіздің дауысыңыз гүрілдеп шыққан кезде жерде шошып кетеді бәрі. Енді ол жерде еліміз, жеріміз дегенде көк туымыз Алла бұйырып желбіретсе деп мақсатымыз бірінші орын ғой. Туымызды көкке желбіретіп, әнұранымызды шырқатса деген. Аида үйге келгенде ешкім біз өзіміз бармаймыз. Бала шағамызбен шуап дегенде режиммен тұрады, режиммен жатады. Уақытылы тамағын ішеді, уақытылы тамақ дайын тұру керек. Енді үлкен спорт болғаннан кейін режим керек қой. Сол режимге бәріміз ұстанамыз. Аиданың режиміне. Бүкіл әулет әулет болып ұстанамыз. Әулет үлкен, иә? 7 ағайындысыздар сіздер, мысалы. Аида нешінші? Аида ортаңғысы. Тұңғыш қарағандылық қыз ғой, осы облыстық деңгейде 2 дүркін әлем чемпионы болған, иә? Бізде әлем чемпионы қола жүлделегер болған, Айжан Ходжабекова 3-ші орын алған. Аида бірінші Қарағанды облысының тарихында 2 дүркін әлем чемпионы. Олимпиадан алтын әкелсе де, отандық бокс тарихына кіреді, одан кейін өже. Қазақстан тарихына кіреді, Алла бұйырса, мақсат сол, алтын. Ұлттық құрамада қалай болып жатыр жағдай? Біз көбіне ерлер боксын айтамыз. Кеше бас бапкер ауысты, әлеуметтік желіде алып қашпа әңгіме көбейді, бәрі талқылап жатады. Қыздар боксы тым-тырыс, не болып жатыр, жаттығуларыңыз қалай болып жатыр, жарыстар кестесі не болып жатыр деген сияқты. Біздің қыздар ұлттық құрамасы өте тыныш, сабырлы, бәрі бірінен өткен сабырлық. Бізде ауызбіршілік деген бар.
Біздің ұлттық құрамада біздің капитанымыз бар, білетіңіздей, Назым Зайбай. Сол бізге қарап жүреді, айтады, осылай болмайды, тыныш жүріңдер, всегда ауызбіршілік болсын деп, бір-бірімен дос болыңдар деп. Және біздің бас бапкеріміз Елдос Айдалин. Сол кісі тоже өздеріне керек ауызбіршілік болу керек деп айтады әрдайым. Сол үшін бізде андай интригасыз, дружный деп айтсам болады, коллектив бәрі бізде. Тәрбие жұмыстары деген бар ғой, мына спорттық жаңа жаттығудан бөлек тәрбие жұмыстары ерлерде жүргізіледі. Мен білем, ерлерде жаңағы шорт киюге болмайды, сосын ана тобықты жалаңаш ұстап жүруге болмайды. Мына бір-біріне кеуделеріне қолын қойып амандасады, ассалаумағалейкум деген сияқты. Сіздерде де бола ма деймін ғой, қандай осындай бір шектеулер бар, жаңа естіп қойып отырмын ғой шет жағын. Сөзге тиетіндей шектеулер жоқ, тек қана аяқты ашпау керек. Өткен жаттығу жасаған кезінде бүкіл денең көрінеді ғой, қыздар. Қаншама ерлер бар. Содан кейін ішіне шортиктің ішіне лосина киеміз или шалбар киеміз. Болды, осы ғана шектеу. Уақытында ұйықтау, тамақ ішу, өз тренировкаларын жасау, сачкавать етпей. Осы ғана болды. Өзіне керек болған соң жасайсың ғой. Жақсы. Ағайларға керек емес қой, өзіне керек. Қыздар құрамасында тәртіп өте қатал. Елдос аға жұмыстың жүйесін қойған ғой. Және кешіккендерге, кешуге болмайды, кешіккендерге белгілі бір жазалар бар екен. Тырнақшаның ішіндегі. Ол қандай айтып беріңізші, ішінде жүрсіз ғой. Кешіккен адамдар бір 5-6 минутқа кешіксе, оларды күтіп тұрамыз, отжимание жасаймыз, или планкада тұрамыз. Бір 5-6 минут или 10 минут қалай шығады, солайға дейін. Бүкіл команда, Бүкіл команда кім болсын. Олимпийский чемпион болса да тұрады, отжимание жасайды. Бір адам кешіксе, барлық команда шара қолданылады. Жазаланады. Бізде ол жағынан қатал ағайларымыз. Және дәл осындай тәртіп, менің ойымша, ерлер командасына да енгізу керек. Қазақстан ерлер командасында осындай бір қатаң шаралар өте қажет. Сіздің жігітіңіз бар ма қазір жүрген? Жоқ. Және Аиданың идеалды жігіті қандай дейді, қандай талаптар болу керек, сіздің көңіліңізден шығу үшін. Бәрібір өмір ғой, бәрібір алдыңыздан шығатын нәрсе деп ойлаймын. Әзірше жігіт жоқ, өйткені менде қазір өз жеке мақсатым бар, Олимпиада ойындары. Оған дейін жігітпен жүрмейміз. Және біраз қыз сондай ұстаным бар екен, байқаған нөмір бірінші қыздарда. Кішкене отвлекать етеді ғой, сөйлесу керек, көңіл бөлу керек. Бізде әзірше ондай уақыт жоқ. Бізге тек қана демалу, ұйықтау, тренировка жасау. Лишний раз ешқайда шыққым келмейді. Идеалды жігіт дейсіз бе? Әзірше білмеймін. Ондай жоқ. Ойда ойлағанда жоқсыз ба? Ойда тек қана бізде Азия ойындары, Олимпиада. Олимпиада алтынның маңызы туралы айтып беріңізші. Жай айта салатын сөз емес қой, неге сіздерге ол мүлде бөлек сезім да, мүлде бөлек мақсат қой негізі. 19-20 жасынан бастап уже Олимпиада туралы мақсат қойған едім. Қазір, әсіресе қазіргі уақыттарда, осы 2000 алдында келе жатқан Лос-Анджелесте 2028 жылғы ең бастапқы, ең үлкен мақсатым деп осыны айтсам болады, Олимпиада ойындарында. Тұңғыш Олимпиада чемпионы болу керек арасында. Қазақстан бокс тарихындағы жаңа деңгей болады ғой. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін өзіне сеніп, еңбек жасап, алдына мақсатымды қойып, ешкімнен қорықпай, тек қана жұмыс істеу керек. Өзіне сеніп, қазағымыздың туын көкке желбіретіп, әнұранымызды ойнатып. Одан кейін айтып қалдыңыз, Олимпиадаға дейін мақсатым бар. Ары қарай кәсіп қолғабымды шегеге ілу мүмкін деген сияқты пікіріңізді естідім мен. Деп айттым енді. Әлде ол шешілген нәрсе ме, әлде? Жоқ, сондай ой болған негізі. Қазір Олимпиаданы алам деп. Қазір ойланып қалдым. Болашағыңыз қалай елестетесіз? Одан кейінгі, мысалы енді боксты қойғаннан кейін өміріңізге қазірден бастап жоспар құрасыз ба? Әзірше құрған жоқпын негізі. Тек қана қазір осы мақсат. Олимпиада ойындары ғой, содан кейін уже көре жатармыз қалай болады. Біз ертең не болатынын білмейміз ғой просто. Семейдегі Қазақстан чемпионатында секундант болып жүрміз, мен ол кезде де сізбен сөйлескем. Сонда да айтып беріңізші, оған қызығушылық бар ма? Және әлем чемпионатынан кейін қысқа аралық болды, бәрі қыдырып жүрді, тойлап жүрді, бір сіз командамен бірге келіп, сол кезде қолдап жүрдіңіз. Әрине, келіп кішкене біздің Қарағанды қыздарына кішкене қолдау берейін дегем.
өйткені бір залда жасаймыз. Мен бауырларым деп айтсам болады. Кішкентай қыздар. Басынан аяғына дейін жүрдіңіз және? Иә, кішкене қолдау беріп, көмектесіп, біздің аға бапкерлерге Қарағандыда кішкене мотивация беріп дегендей. Мен негізі ойлағам, бапкер боламын ба деп, осы Қазақстаннан кейін, секундант болғаннан кейін бұл неге кетті. Қиын жұмыс екен. Ағайларды енді түсіне бастадық, қалай қобалжитындарын. Және олар сіздерден кем жүктеме алмайды негізі. Стресс, моральдық тұрғыда депрессия болады деген сияқты. Өзі көзімізбен көрдік, өзіміз сезіндік. Өте қиын жұмыс. Сосын тағы бір ерекшелігі, Айда бағана ұмытып кетіппін, сіз сабақ үлгеріміңіз де жақсы болды, иә? Спорт, білім қатар алып жүрдіңіз ғой? Осы интернат кезінде? Осы интернат оқыдым. Мұғаліміңіз айтып отыр, гуманитарлық бағыттарға қызығушылығы болатын деген сияқты. Неге таразы басын жаңа бокс басып кетті? Өйткені боксты таңдағаннан кейін, бокста мақсаттар болғаннан кейін, әрине боксты таңдайсың. Мен негізі бұрын ойлағам, 11-ді бітіріп Америкаға кетем бе деп, сабақ жағынан университетке түсіп. Бірақ боксты тастай алмадым. Осы боксты жалғастырып, қазір үлкен жетістіктерге жетіп жатырмын. Сіздің туып өскен жеріңіз При-Шахтинск екен, Иә, Қарағанды іргесіндегі. Мен Шахтинскпен шатастырдым оны. Шахтинсктен көп боксшылар шығады. Елімізге танымал, қазір ұлттық құрамада жүрген біраз жігіттер бар, қыздар бар деген сияқты. При-Шахтинскте қалай жалпы бокстың деңгейі, және бұған дейін кімдер шығып еді деймін ғой, мен есіме түсіре алмадым. При-Шахтинскте негізі бокстың деңгейі онша емес деп айтсам болады, өйткені өзіңіз ғана ма? Мен ғана, ағайым ғана болды. Ол кезде көп не болған жоқ қой? Ол кезде бокс секциясы жоқ қой деймін ол жерде. Тек қана өзіміз подвалда тренинг жасап. При-Шахтинск пен Шахтинскті екеуін шатастырады адамдар. Аида, сізге үлкен рахмет. Жоғарыда айттым, өзіңіздің жоспарларыңыз бар, жаттығу мен жарыстардың арасында қызу қарбалас кезі. Соған қарамастан уақыт таптыңыз. Менің де, көпшіліктің де көкейіндегі сұрақтарға жауап бердіңіз деп ойлаймын. Және алдағы уақытта да сұрақтар болса пікір қалдырыңыздар. Аида байланыста, алыста емес. Тағы да сәті түсуі керек. Биыл Азия ойындары айтып тұрық қой, жаңа тарихи алтын керек. Әйелдер бізде бокста мүлде алмаған екен. Және Олимпиада ойындары, келесі жылы әлем чемпионаты бар, одан кейін Лос-Анджелестегі Олимпиада ойындары. Тек қана сәттілік тілейміз. Ол бүкіл қазақ елі қанша жыл болды? Енді 12 жыл болады, ол кезде 3 цикл. Осы алтынды Тағатстанда күтіп жүр. Оның үстіне тағы да Олимпиаданың да әйелдер арасында алтыны бізде болмады. Және сіздің толқын қазір жақсы келе жатыр. Соңғы нәтижелер оған дәлел. Осы қарқынды жоғалтпай, осы деңгейде жұдырықтасып, осы бір көпшілік армандап жүрген медальдарға қол созады деген үміттеміз. Тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет сізге. Сізге келгеніңізге рахмет үлкен. Жылы лебіздеріңізді білдіргеніңізге рахмет. Қазағымыздың көк туымыз әрқашанда көкте желбірей берсін, әнұранымыз орындала берсін.